Нашақорлық қоғам дерті. Қазіргі таңда нашақорлықпен күресу мақсатында спорт саласында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылуда. Спортшыларға нашақорлықтың зиянды әдеттері көп екендігін түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда атап айтатын болсақ, электрондық темекілер. Осы электрондық темекі мектебіміздің, жалпы орта мектептердің ұл-қыздары көбісі шегетінін мәлім. Бұл темекілердің адам денсаулығына өте зиян екенін мәлімдейміз. Сонымен қатар жастар, сіздерді бұндай жаман әдеттерден аулақ болуға шақырамыз. Шымкент қаласының спортын көтеруге атсалысуға, сіздерді спортпен шұғылдануға шақырамыз. Сейчас ни для кого не секрет, что в республике остро стоит вопрос с синтетическими наркотиками. Они в буквальном смысле захватили молодежь наших городов. Но у человека всегда есть выбор. Спорт может стать альтернативным наркотикам и помочь молодым людям избежать опасной зависимости. Главная задача спортивных учреждений города – направление привлечения детей и молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Выбор спортивных дисциплин достаточно большой. Спорт дает человеку волевые качества, развивает физические способности, требует командного духа, ловкости и выносливости. Спорт помогает формированию здорового и активного поколения, которое сможет привести пользу не только себе, но и всему обществу.